Миле телеканалында хаберлер студия Дельмаса Блакимова. Ассалам алейкум. Вешімдікі дақаға бөле малюмат. Русияде 30 октябрден 7 ноябрьге қадар ратлық күнлері көрсетмеге теклиф еттілер. Не просто введить. Вебірден айры ерлер ветішкелетларға кіріш тек QR-коднен олмалы. Қырымда мечбури вакцинация көрсетілді. Кімге шылама кечмелі. Қырым сақлық сақлaf везерінің муавинен олаған жанлы бақ. .Руста IT-клуб ве бала технопарклары. На данного робота. Бұл роботны ясамақ үшін маға 3-4 саат керек oldu. Ахмеджетте Жүнеби федераль округындаки тәсіл мерkezlerinin ocıları için форум башланды. Милет ве оның командасы. Первое место менің аятымда бірінші ерде әлбетте Назмиет тұра. Шайри ве мирас яйнын алып баржысы Эльмара Мустафаның тарихы. Эпид вазиет мүшкілішкен ичун 30 октябрден 7 ноябрьге қадар ратлық күнлеріні елән етмек. Бөле тешебюснен вице-визир Татьяна Голикова чықты. Михаил Мишустин тешебюске қол тұтты. Вечершінбе күні теклефні президент Владимир Путинге тақдим етмеге авале еті. Голикованың сөзлеріне көре эпид вазиет ағыр олған регионларда ратлық күнлері да ерте башланмалы. Для регионов. Эпид вазиеті ағыр олған регионларда ратлық күнлеріні бұджы мартесі 23 октябрден башламаға теклиф етем. Вебірден айры ерлер ветішкелетларға кіріш тек QR-коднен олмалы. Қырымда базы сада çalışkan хадимлер үшін мечбури вакцинация көрсетілді. Весиха Роспотребнадзорның регионлары айдаресінің сайтында бастырылған. Ашаламаны тәсіл, тибиет, ичтимай қоров, тижарет саларында çalışkanlar ве девлет ве муниципаль идарелерінің хадимлері кечмек керек. Ондан да башқа Мустафарханет, санаторий, театр, кинотеатр ве фитнес мерkezlerінде çalışkanlar да вакцинация олмалылар. Тәфсилатларнені Ленуза Борсиетова пайлашаджақу бөзнен жанлы бағда. Ленуза, сөзіні сана береміз. Тешкилатларның реберлері хадимлерінің 80%-ны ашлама кечіртмейлі. Бірінші компонентні ноябрьнің 15-не қадар алмақ керек, йоқса çalışмаға имканлары олмажақ. Тәфсилатлы жа бұл ақта бізге Қырым Жұмхуриетінің сағлық сақлaf везірінің муавина Антон Лисковский тариф етті. Келіңіз, оны дінлейік. Высокое распространение процесса. Bu sakinlerinin en çok kontakt etken sahalarda çalışkanlar olacak. Yani nakliyat, ticaret, tibbiyet, içtimai koruf ve hizmet sahalarıdır. Bugünkü günde Cumhuriyetimizde aşılama olganlarının sayısı yeterli değil. Kolektif immunitet peyda olması için sakinlerinin 80% vaksinasyon olmalı. Vaktini joymağa olmay. Biz mutatsiyalar артından yetiştirip olamayız. Şimdi 550 binge yakın adam aşılama geçti. Bu pek az. 50%'dan bile az. Vaksinasiya olganlarının sayısını көтермесек, antirekordlar çoklaşa verecek. Bu pek yukucu hastalık. Onun için hepimiz toplanıp vaksinasiya olmalımız. Bu noktada mende epsi malumat, Elmas, sana söz. Sağ ol Ленуза, biz ise devam etemiz. Абсолют антирекорд Қырымда бір сутка девамында 604 коронавирус хастасы таздықланды. Ковид хастаханелері 90%-ға толы. Тибетчелерінің айтқанларына көре, ең ағыр вазиет Ахмеджетте хасталарының сайысы курорт жерлерінде де чоқлашты. Bizim çekim takımımız maska rejimine riayet etme reydlerinde iştirak etti. Onun Bahçesaray'da geçirdiler. İlaçhaneler, ticaret noktaları ve cemaat nakliyatı ziyaret etildi. En çok kanun bozucular kayda tapılğanını aqtan evbettik kelefhamızda. Cemaat nakliyatının turaqlarında adam vaqt çok. Covid realleri endi butun yarımadını qaplap aldı. Ama bazı adamlarını hastalarının çoxluğu korkutmay. Маршруткаларының айдавчылары bazı yolcular маска тақмағына шикayet етелер. Не үшін суаліне алышқылы жауап берелер. Doğrusunu айтсақ, сефері бір керелік маска алмақ бюджетке пек ура. Мен yazып келем, 2000 рубле маска алмасына кете. İstemeyim. Адам аз да. Шернен да бір чоқ адам олған ері базар мында санитар қавсызлығы қиделеріне riayet етелер. Сатыжы ве алыжылар маскадалар одаларны дезинфекция етелер. Есть антисептики. Аваны темізлеген алет антисептик, хапы ве табанларны
Ювмақ үшін мақсус қарышмалар бар. Ама мында да Роспотребнадзорның қайделеріне еркес уймай. Бұ тежарет нұқтасында алыджы маска тақмаға рет ете. Я болею, мне нельзя. Мен хастам, мана маска тақмаға олмай. Анладыңыз мы? Тежаре мерkezінің идаречесі Риана Велишаева тертіп olmasına декатнен баха ве журналда қайт ете. Анда дезинфекцияны кім япқаны вақытты саты язылған ве имзаланған. Вот журнал. Мына хадим толдырған журнал маска антисептиклер бармы? Хадимлер үшін маска ве антисептиклер бар. Мына термометрде бар, айыр қопқалар тура. Алыжылар себзе ве меваларны пакетлерге өзлері толдыра. Коронавирустан қошмақ оржалайжы васта бір керелік ве әлбетті жедей маска режимі. Башқаларға маска тақмаға тепсие етеміз. Өзлерімізді хаста олмамақ үшін тақамыз. Егер хаста олсақ, кімсеге юқмасын дейміз. Чевреміздегі адамлар ақта қасевет етеміз. Базар, тижари мерkezler ve çeşit teşkilatlarda Rоспотребнадзорның tefsiyelерine riayet etilmesini maksus municipal komissiyalar nazaret etti. Олар kanun bozulmasını kayıt etip protokol yazarlar. Bir ayda memuriyet xadimleri 400 hocalık obyektini teşkirip çıktılar. До 5 нарушителей в месяц. Bir ayda 5 kanun bozucu tapamız. Amma başta birincilik aktını tizemiz. Buzuqlıq tapsaq, onu doğurtmaq için bir sutka beremiz. Ondan son qaytып kelemiz. Ve hatalar doğrultılmаған olsa, vesikalarını Rоспотребнадзорға yollaymiz. Маска тақмағанларға 1000-30 рублиге қадар жөреме төлемек керек olacak. Қырымда шақси хорчалап асталары етерлі дәрежеде. Әрші етерлі. Маска hem антисептиклер çok. Belli bir saatte adamlarını dezinfekция yapamız, recirküляторларны qoyamız. Өзіміз маска taqamız ve ilacını tek maskada olған adamlarga satамыз. Оларны әрі satta deniştiremiz. Ковид хасталарының sayısı bütün Rusya boyunca Қырымда istisna değil. Муниципальный контроль. Municipal nezaretçiler çıqa ve çalışa. Hem tek bazarlarda ve tükanlarda değil, avtobuslarda da çalışalar. Ne yazık ki adamlar tekaran kevşeseler, buna nezaret edecek municipal hakimiyetler atlanıp başlay. Tehlikeli virusны yenmek için tek sağlığımızga muhayt olup Rоспотребнадзорның талапларына уймақ ve vaksinация geçmek gerektir. Лилия Исламова, Севиля Меметова ve Максим Голубев millet için. Erkünlük temizlik odalarının dezinfekciyası ana babalarga maska ve kolçaklarının tarqatılması. Kırımның mekteптен evvel tahsil müesseslerinde Rоспотребнадзорның bergen COVID-19'ga qarşı bütün profilaktik tedbirlerine muqayt olmaq gerek. Ahmedjet'nin bala bakçalarının birinde Lila Islamova'da bulundu. Sıcaqны ölçeyik, pek yaxşı 36 ve 6. Keçiniz sıcağınız yok. Erkun Саба Чебурашка adlı 82 sanlı bala bakçasında mında boyli. Pandemiyaga karşı tedbirlerden birini keçiriler. Ana babalarga balarını bina içine kırsetmege yasak. Tebeyciler balachıklarını beyden çıkta bekleyler. Елена Сажникова kızını bakçaga kaldırganda onun sağlığı için kasivet etmey. Я спокойно за своего ребенка. Балам üçün xasivet etmeyim. Ana babalarının hepsi maska taqalar, tedbirler bakıla, odalar dezinfeksiya oluna. Keçik orta, uyken ve mektepke hazırlık grupaları. Kun boyu bu grupalar rast gelişmesin dep bütün tedbirler alına. Hatta binaga kırış grupa için ayrı bala bakçasının 90% hadimi aşılama oldu. Rоспотребнадзорның hepsi talaplarına dikkatliğine bakıla. Мероприятия у нас. Bizde umumi buyuk tedbirler keçirilmey. Gruppada şey ayrı. Hepsi meydançıklarda, gruppa, muzika zalında ve merdivenler üstünde temizlik geçirilir. Gruppalarda resirküляторлар çalışa şey ballarının hafsızlığı için yapıla. Күннің ikinci yarısında da balarga sıcaklarını ölçeyler. Eğer hastalık alametleri olsa, ana babalar balаны kelip almak gerekler. Son ise kimge müracaat etmeliler. На территорию Mektepten evvel tahsil müessesesinin territoriyasına tek maskalı ana babalar kırsetili. Aşhanedeki hadimler tek maska ve kolçaklarda çalışalar. Yer mahsus karışmalarının temizleni. Kırımda hepsi olup 40-120 bala bakçası var. Covid sebebinden olardan tek biri alıştadaki kapaldı. ORV hastalığının sebebinden 56 mektepten evvel tahsil gruppaları çalışmay. Cumhuriyet boyunca ise 24 gruppa kapalı. Lila Islamova, Sait Velilayev, millet için. Точка роста IT-клуб ve Kvantorium adlı bala texnoparkları Ahmedjet'te Cünubi Federal Okrugunun tahsil merkezlerindeki hocalarını için forum başlandı.
Үч күн дәвамында iştirakçiler оқу фесінасының модернизациясы бойынша тәжірибелерінен пайлашып, яны бір шеге огренеге білежеклер. Дауд Чахалов девам етежек. Робототехниканың эсасларыны огренмеге истегенлерінің сайысы күн-күнден арта. Игорь Ноздреватых бұл мевзунен 9 яшындан берлі мерақлана. Ахмеджит академик гимназиясының эсасында пейда олған кванториум себебінден робототехниканен ограшмаға қолайжа олды. На данного робота у меня ушло... Бұл роботны ясамақ үшін маға 3-4 саат керек олды. Біз оны бір кереден жиып оламадық. Башта көпчеклер эсасыны топладық. Сон тұтып қысмыны ве ондан сон қалған ер-ерні жиып чықтық. Кванториумдаки робототехника курсларына гимназияның 100-ге яқын талебесі қатнай. Сергей Дячук ожа оларақ тасил эснасыны мерақлы ве кешфиятлы етмек керек. Ове талебелері форумның иштиракчилері олалар. Мында олар өзлерінің кешфиятларыны көстережеклер. Бір роботның жиып чалыштырмасына 10 саатке яқын вақыт кетті. У нас заняло примерно... Бізде роботның техник қысмыны жиып чықмақ үшін 4-5 саат кетті. Соны есе бір қач саат девамында біз оны идаре етмеге алыштық. Ондан да башқа конструкцияға кірмеген база әрекетлеріні ишлетмеге керек олды. Чалышқа эсас оларақ Чернобыльде 1986 сенесі yüz берген қаза қолланылды. О вақытлары қысқа заманда радиоактив шейлерні топламаға ярдым етежек роботлар ясала еді. Тасил адлы милли лейха ярдымынен неге ерішілді ве яқын келечекке насыл планлар бар. Бұл форумның эсас суаллері. Оның 5000-ден зияде иштиракчысы бар. Раньше проводились форумы. Евеллері точка роста мерkezlerінің ожалары тарафындан форумлар кечірілейді, ама бүгінгі күнде бойлы мерkezler чоқ тешкіл олына. Ве оның үшін тек Москва яда дегер регион ішінде пек чоқ ожа топламаға имкансыз. Оның үшін біз бойлы тедбірлеріні да чоқ ожа топламақ мақсадынен федераль округларда кечірілейді. Женюби федераль округда форумның кечкен эсас мейданы Февзи Якубов адына Қырым Муэндислик педагогика университеті олды. Қытадан келген 300 ожа зиманеви технология ве алетлерінің қоланмасында тежірибелерінен паляшалар. Подключаются коллеги и задают... Иждешлеріміз қошыла, суалер берелер ве форумның популярлығы ве бұтын Русенің ожаларына мерақлы олғаны ақта айта. Чүнкі суалер умумен алғанда тек Женюби федераль округтан келмей форум бұтын девлетімізні қаплай. Cumhuriyetте тасил адлы милли лейханың еріне кетірілмесі черчевесінде бір чоқ еніліште ішлер алып барыла. Оларның сырасында сағлықлары зайыф олған балалар оқыған мектеплерінің мақсус алетлерінен донаталар. Цифровизация везиманеви технологияларны көрсетелер. Зенат огүнде тасил алма программасы да актив шекілде чалышып башлай. В республике около 200 Cumhuriyetimizde Зенат огүнде тасил алма бойынша 200 сынып чалыша. Оларда эм психологик, эм тебиет, эм муэндислик, аграр ве медиа йонылышлер бар. Бұлі тасил алма шекілінде чоқ талап олғаныны көрдік. Женюби федераль округның ожалары үшін бұл форум 21 октябрге қадар девам етежек. Дауд Чахалов, Рамазан Аливапов, Виалим Сейдалиев, Минлет Ичун. Қырымда 2025 сенесіне қадар 16 дане бала бақчасы құрачақлар ішлер федераль адрес инвестицион лейхасы бойынша тасил везерлегенен олған аңлашма черчевесінде алып барыла. Кетслерде келечек сененің сонуна қадар 2 дане мектептен евел тасил мөсесияның құручылығыны екінлемеге планаштыралар. Сусана Сагдыкова құручылық мейданларында бұлынды ве тапсилатлармен пайлашмаға азыр. Марлена Джумуратов үш баланың бабасы. Кенчесі бұйылы 1-ші сыныфқа барып башлады. Бала бақчасына олар баланы деге районға ташымаға мечбур еділер. Эбет, бұл пек емейетлі меселе. Осып келе атқан несілге кереклі. Балалар бала бақчасына баражақлар. Бошаған бұйыклер есе ішке чықажақлар. Любовь Лавренюк кезлевде 25 елдан берлі яшай. Шерде генчлер чоқ олғанына қуана. Бала мүйсеселері олмаса иш ағыр. Баларға коллектив керек, бір ерде оқымақ керек, эбет керек, балар чоқ. 17.000 куб топырақ шығарылды. Котлован азыр. Да яқынларда мында бош ереді. Чапаева соқағында балабан құручылық башланды. Бір қач бригада мектептен евел тасил мөсесені құра. Темелінің ашадаки қаты япылды. Шымды апалупка қойыла, ве муэндислик ағлары азырлана. Бала бақчасы 350 баланы қабыл етіп олачақ. Оның құручылығына аман-аман 500 миллион рублей айырылған. Бұл ақчалар федераль адрес инвестицион лейхасы бойынша тасил везерленген олған аллашма черчевесінде берілі.
Сергей Пак тежірибелі мутихасыз. Зенатында 30 елдан берлі чалыша. Оэнді бір чок бала муэсесіні тапшырды. Иші пек месулиетлі. Біз ишлерні яқшы бежіреміз. Малземелерінің да кейфиеті yüksek. Бізде проблема жоқ. Балалар бақчаға барып башламақ керек. Ве мудир айтқаны кебі, балачықлар сентябрьнің бірінде бақчаға кірселер, кейфіміз көтеріле. Бұл бала бақшасының құручылығына аман-аман 360 миллион рубле айырылған. Котлован 100%-ға қазылды. Бала бақшамыздың темелі төкілді. 90%-ға сүтін ве диварлар да қойылды. 60%-ға табанлар азыр. Кезлевде келечек сененің сонында қадар екі дәне мектепнен әвел тәсіл муэсесенің құручылығыны екінлемеге планлаштыралар. Қырымда Русияның тәсіл везірлігінен олған анлашма черчевесінде бірден 16 бала бақшасының құрыжылығы башланды. Бұл муэссиселерге 3850 бала қабыл олынacak. 2025 сенесіне қадар Акмежит районында 9 бала бақшасы. Бір дәне Ялтада, 2 дәнесі Бақчасарайда, бірер дәне Керич ве Кефе шерлерінде құрылacak. Епісі олып құрыжылық әшлеріне 6 миллиард рубле айырылды. Сусана Садыкова, Алим Сейдалиев, Милет Ичун. Кезлев. Дүлбер дюймовочка кыбы кичкене ве бір қач тіл білген профессионал телевизионжы. Эльмара Мустафа бір ішке иджади янаша. Бұл сене о интеллигентный сезон 2021 адлау 7-нче халқара эдеби музыкаль фестивальнан ғалебі олды. 15 девлеттен 150 іштиракчы Эльмара Мустафа Қырым-татар тілінде yazылған эсерлерге қымет кескенеді номинацияда ғалеп чықты ве гран-при қазанды. Шере ве мирас яйнын алып баражысы Эльмара Мустафақта бізімлеп қамыз. Егер мен құш олсайдым, ватанымның көклерінде, қара деңіз өзерінде, чағавадай ұчар едім. Егер де ел олсайдым, чатырдағының байырында, егір доғыру елларында, ақ кезініп жүрер едім. Менің аятымда бірінші ерде әлбетте назмиет тұра. Ондан шей башланды. Оқып муэссесесіне бұл yönelişке, яғни Қырым-татар инглиз тілі бөлігіне кірдім. Бұна назмиет себепчі олды. Не үшін дейсіз ме? Чүнки о вақыт мен халқара фестивальда іштирак етіп, 3-ші ерні қазанған едім. Ве бұл еніш мені филологияға yönelтті. Бұндан evvelise мен hukukçı olmağa arzu ediyordum, ama kısmet olmadı. Білесіңіз ме, сефері түрлі ола. Bazıda 2 satır yazan ve son taşlayım. Birazdan qaytarım деп düşünем. Bir vaqıtları mesela bir yıldan bu şiirni men yazgan ekenim деп hatırlayım. O kadar unutam. Sonuna bir şeyler koşmağa başlayım. Bazıda ise şiirler birden peyda ola. Ama sonki 10 yıl içinde elbette benim için en mühim ve kıymetli galibi bu intelligentный сезон adı 7-ci Халқара әдеби фестиваль. О керчектен де бұл мукафатны қазанды. Қырым-татар тілінде yazылған кичек проза ве назмиет номинацияларында лауреат олды. Ондан да башқа о ойле активки рус тілінде назмиет номинациясында да иштирак етті ве бұл elbette диққат чекіже олды. Бұл конкурсның тешкилатчыларына миннетдарым. Олардың себебінен мен өзімні яны бір шекілде ампулада көстермеге чарем олды. Мен өзімні ижатта ве тек ширлерде дегілде, ішімде де таптым деп саям. Чүнки менің лейхам телеканалының ең ижади программасы. Мен тек Қырым-татарларының мирасы, яғни тарихы, медениеті, тілі, әдебиеті ве анелері ақта тариф етмейм. Мен да өзімні шайре кібі акс ете білем. Мен ижади адамларнен, яғни шайыр, рессам, yazıcılar ve sanatşınaslарнен sübet etем. Олар да ижади. Атта неден илхам аласыңыз деп сұрағанда, бірі-бірімізге ушағанымызны анлайым. Так, мне нужно от тебя 40. Мана сенден 40 сәние керек. Ян планка, архан доғыру көтерілеміз, турамыз. İcadi ve iş haftasından son bazıda rahatlanmağa isteysin. Ve tek manevi de bazıda fizik taraftan da. Bunda bana en çok fizik ağırlıklar, spor ve idman zalı yardım etti. Rahatlanam bana böyle parlak ve canlı şekilde. Millet benim için tek iş değil. Bu halkım, milletim. Bütün yapkan işim yayınlarım, medeniyetimizni, tariximizni o'rganganim.
Программада көстермеге істеген әр шейім халқымыз үшін япыладыр. Мен бұна пек қуанам. Яйыным енді бір елдан зияде эфирде ве мында мен өзімі әм муарир, ал бірінші әм ижади адам оларақ көстере білем. Шымдыки дақаға бұл хаберлерінің епседі, хайрлы ақшамлар.